Достар, менің қазақша каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен Ербол едім, 28-дегі жас жігіт. Алматының шетіндегі жаңа үйде Айгүл екеуміз 4 жылдан бері тұрамыз. Көршілер бақытты жұп дейді. Ал шындығында біздің үйде күлкі аз, сөз одан да аз. Айгүл жақсы әйел, адал, үнемшіл, бірақ жүрегі суықтау. Кейде түнде қасымда жатқанда, оның тынысы бір қалыпты. Жүрегі менің жүрегіммен үндеспейтінін сеземін. Балалы болмадық. Дәрігерлер екі жақтан да кінә жоқ деді. Бірақ кінә бар сияқты. Біз бірімізге деген құмарлықты өлтіріп алғанбыз. Айгүлдің кіші сіңілісі Айым былтыр ғана мектеп бітіріп, Алматыға оқуға түсуге келді. 19-ға жаңа толған. Біздің үйде уақытша тұрып жатыр. Алғаш келгенде қызарақтап, үнемі аға деп сызылып сөйлейтін. Мен оған ағалық көзбен қарадым. Расында да қарадым ба? Әлде жүрегімнің тереңінде басқа бір нәрсе бүлк еткен бе, білмеймін. Бір жексенбі күні кешке қарай Айгүл ауылға анасын көруге кетті. Үйде екеуміз ғана қалдық. Мен жұмыстан шаршап келдім. Душ қабылдадым. Шықсам, Айым дәлізде тұр екен. Шашы дымқыл, үстінде қысқа ғана жеңіл көйлек. Иығынан төмен қарай су тамшылары сырғып барады. Ол мені көріп, ұялып, қолындағы сүлгімен иығын жауып үлгерді. Бірақ сол бір сәтте, сол бір тамшылар кеудесіне жеткенше төмен сырғанап бара жатқанда, ішімде бірдеңе сынып кетті. Қарап тұра алмадым. Көзім оның мойнының иілімінен, иығының нәзік сызығынан, ернінің аз ғана ашылып қалғанынан айырыла алмады. Ол да менің қарап тұрғанымды сезді. Көздеріміз түйісті. 1 секунд, 2 секунд. Әлде мәңгілік пе, білмеймін. Содан кейін ол бөлмесіне қашып кетті. Есігін тарс жапты. Мен орнымда тастай қатып қалдым. Ішімде дауыл. Бұл не? Деп өзімнен сұрадым. Бұл балдызым ғой. Айгүлдің сіңілісі. Кіші қыз. Тыйым салынған. Бірақ жүрегім тыйым деген сөзді естігісі келмеді. Ол соғып жатыр еді. Қатты. Бір түрлі. Алғаш рет. 2 бөлім. Кездейсоқ тиісудің дәмі. Келесі күні таңертең Айым ерте тұрып, кофе қайнатып қойыпты. Ас үйде кездестік. Ол әдеттегіден де қызарақтап, көзін төмен салған күйі тұр. Мен де ыңғайсыздандым. Қайырлы таң дедім. Дауысым өзімдікі емес сияқты шықты. Ол сыбырлап жауап берді де, тезірек кеткісі келгенде бөлмесіне қарай беттеді. Кешке қарай теледидар қарап отырдық. Айгүл әлі ауылда. Үйде тыныштық. Диванға екеуміз шетімізден отырдық. Арамызда 1 метрдей қашықтық. Бірақ сол қашықтық маған мәңгілік сияқты көрінді. Фильмде біреуді құшақтап жылап жатты. Мен оған қарамай, көзімнің қиығымен Айымға үңілдім. Ол аяғын бүгіп алып, тізесін құшақтап отыр. Саусақтары дірілдеп тұрған сияқты. Су ішпек болып тұрдым, кілемнің шетіндегі бүкпе аяғымды іліп кетті. Тепе теңдігімді жоғалтып, тура Айымға құладым. Қолым белінен ұстап қалды. Ол ақтеп, үрейленіп кетті. Бір сәтте беттеріміз бір-біріне өте жақын болды. Тынысы жүзіме тиді, жылы. Тәтті, хош есті. Көзінен қорқыныш та, таңданыс та әлде. Күтуме, көрінді. Мен орнымнан тұруға асықпадым. Ол да қозғалмады. Қолым әлі белінде. Саусақтарым оның жіңішке белінің қисығын сезіп тұр. Жүрегім құлағымда гүрілдеп соғып жатыр. Кешір дедім сыбырлап. Ол ештеңе демеді. Тек ерні дірілдеді. Кішкентай ғана. Бірақ сол діріл мені өртеп жіберді. Содан кейін ол баяу, өте баяу, қолын көтеріп, менің иығыма қойды. Саусақтары дірілдеп, жеңімді қыса ұстады. Ол мені итеріп жібергісі келмеді. Ол мені жақынырақ тартқысы келді.
Men түсіндім. Жүрегіммен түсіндім. 1 секунд, 2 секунд. Әлде мәңгілік пе сосын ол басын шайқады. Көзінде жас жылтылды. Аға, бұл дұрыс емес қой деді даусы қалтырап. Мен жауап бере алмадым. Өйткені шын мәнінде дұрыс емес еді. Бірақ сол сәтте мен дұрыстық пен бұрыстықты ойлаған жоқпын. Мен тек айымның ернінің аз ғана ашылып тұрғанын, мойнының нәзік иілімін, жүрегімнің оның жүрегіне жауап беріп соғып жатқанын ғана ойладым. Ол тұра салып, бөлмесіне қашып кетті. Есігін жаппады. Жай ғана жауып қойды. Мен диванда қалдым. Қолым әлі оның белін құшақтап тұрғандай. Жүрегім әлі соғып жатыр қатты тыйым салынған ырғақпен. Бірақ тоқтата алмадым. Тоқтағымда келмеді, сол түні ұйықтаған жоқпын. Сағат түнгі 2 болғанда телефон шырылдады. Экранда айым хат аға. Ұйықтай алмай жатырмын. Сіздің қолыңыз әлі белімде сияқты. Не істеп жатырмыз, біз мен жауап жазбадым. Бірақ төсектен тұрып, оның есігінің алдына бардым. Есіктің астынан жарық көрінді. Ол да ұйықтамапты. Мен есікті ашпадым. Тек сырттан сыбырладым. Мен де ұйықтай алмай жатырмын. Ішінен есіктің сабы қозғалғандай болды, бірақ ашылмады. Екеуміз де шегінбедік. Әлі шегінбедік. Бұл махаббаттың басы еді. Немесе күнәнің. Әзірге айыра алмадық. Түн. Сағат түнгі 2 үйде өлі тыныштық. Тек тоңазытқыштың гүрілі мен жүрегімнің соғуы ғана естіледі. Телефон экрандағы бір хат жанымды өртеп жіберді. Жезде ұйықтай алмай жатырмын. Сіздің қолыңыз әлі белімде, жүрегім өте қатты соғып жатыр. Мен қорқып тұрмын, бірақ тоқтағым келмейді. Мен 10 минут бойы саусақтарымды пернетақта үстінде ұстадым да ештеңе жаза алмадым. Өшіріп, қайта жаздым. Тағы өшірдім. Сосын тек қысқа ғана жібердім. Мен де ұйықтай алмай жатырмын. Айым, сенің есің әлі мұрнымда. Хат жіберген бойда өкіндім, бірақ кеш еді. Жасыл құсбелгі пайда болды. Ол оқыды. 3 нүкте. Сосын, жезде есігім ашық, мен төсектен атып тұрдым. Аяғымның астындағы еден суық, бірақ денем оттай ыстық. Дәліз қараңғы. Оның бөлмесінің есігі шынымен де жарықтай ашық тұр. Мен есіктің алдында тоқтап, тынысымды тежеп тұрдым. Ішінен сыбыр естілді. Кіріңіз, қорықпаңыз. Мен кірдім. Ол төсегінде шынтағымен сүйеніп отыр екен. Түнгі шамның сарғылт жарығы бетіне түсіп, көз жасын алтындай жылтыратып тұр. Үстіндегі жұқа жейдесі иығынан сырғып түсіп, мойнының нәзік сызығы ашылып қалыпты. Ол қолын созды. Мен сол қолды ұстадым. Саусақтары мұздай, бірақ дірілдеп жанып тұр. Жезде, мен не істеп жатырмын деді. Ол даусы қалтырап. Білмеймін. Бірақ мен де дәл солай істеп жатырмын дедім мен. Ол басын төмен салды. Шашы бетін жауып қалды. Егер әпкем білсе, бәрімізді өлтіреді. Білмейді. Алаше, мен үнсіз қалдым. Оның сұрағына жауап жоқ еді. Сосын ол баяу көтеріліп, тізерлеп отырды да менің кеудеме басын қойды. Мен сенің жүрегіңді тыңдағым келеді деді. Мен оны құшақтадым. Жүрегім құлағында гүрілдеп соғып жатты. Ол сол соғысты тыңдап, көзін жұмды. Ол менің атымды айтып соғып жатыр деп сыбырлады. Біз сол күйі ұзақ отырдық. Ешкім ешкімді сүймеді. Тек құшақтадық. Бірақ сол құшақта бүкіл тыйым бұзылды. Сол түні біз бір-бірімізге тиген жоқпыз, бірақ жанымызбен бірігіп кеттік. Таң атқанда ғана мен өз бөлмеме қайттым. Ол есікті жаппады. Мен де жаппадым. Екеуміз де білдік. Енді артқа жол жоқ. Ас үйдегі кездесу таңертеңгі сағат 7. Мен кофе құятын су қайнағанша ас үйде тұрмын. Есік сықыр етті. Айым кірді. Үстінде ұзын жейде, көзі сіңкі, бірақ жүзінде бір түрлі тыныштық бар.
Ол маған қарамастан, кофе құятын құмыраны алды да, 2 кесе қойды. Қолымыз тиісіп кетті. Екеуміз де тоқтап қалдық. Саусақтарымыз бір-біріне оралып, қозғалмадық. Оның қолдары әлі мұздай, бірақ бұл жолы дірілдемейді. Ол батылдықпен менің саусақтарымды қыса ұстады. Жезде біз не істеп жатырмыз деді. Ол тағы да сол сұрақты. Махаббат дедім мен бірінші рет ашық айтып. Ол көзін жұмды. Бір тамшы жас кірпігінен сырғып, үстелге түсті. Бұл махаббат па? Әлде күні ме екеуі де? Бірақ мен екеуін де таңдаймын. Егер сен менімен болсаң. Ол басын изеді. Сосын баяу, өте баяу маған жақындады. Бетіміз бір-біріне тиер-тиместің алдында тоқтады. Тынысы тарылып тұр. Мен қорқамын. Бірақ одан да қатты қалаймын деді. Ол сосын ол мені сүйді. Алғашқы сүйіс өте ұялшақ еді. Жүрегіміз бір ритммен соқты. Кофе құмырасы қайнап, бу шығарып жатты. Бірақ біз ештеңе естіген жоқпыз. Жезде мен өмірімде ешкімді сүймеппін. Сен біріншісің, соңғысы да бол деді. Мен оның шашынан иіскедім. Жаңа жуған, балғын иісі. Мен де сені бірінші рет шынымен сүйіп тұрмын, айым. Айгүлді емес. Сені ол жылап жіберді. Бірақ бұл қайғыдан емес еді, енді не істейміз деп сұрады ол. Енді ешқашан бөлек болмаймыз дедім мен. Сосын ол мені тағы сүйді. Бұл жолы қорықпай ұялмай. Еріндеріміз бір-біріне тиді. Дәмі балдай, бірақ тыйым салынған балдай. Ас үйдің терезесінен күн шығып келе жатты. Біздің күнәнің куәсі болып. Ол сүйісті үзіп, менің құлағыма сыбырлады. Жезде сенікімін толықтай. Қашан қаласаң, сол кезде мен оның көзінен шындықты көрдім. Ол дайын еді. Мен де дайын едім. Бірақ сол сәтте телефон шырылдады. Айгүл, кешке келемін деп жазыпты. Біз бірімізден ажырап, 2 бөлек әлемге қайттық. Бірақ жүрегіміз бірге қалды. Мәңгілік бірге. Айгүлдің кешке келемін деген хаты келгеннен кейін үйде ауыр үнсіздік орнады. Біз екеуміз ас үйде бірімізге қарап тұрдық та, ешкім ештеңе айтпады. Сосын айым кенет қолымнан ұстап, өз бөлмесіне қарай алып кетті. Есікті жапты. Ішкі құлыпты да салды. Бұл екеуміздің алғаш рет есікті жауып, сыртқы әлемді толықтай өшіргеніміз еді. Ол менің алдыма келіп, тізерлеп отырды. Көзін көтермей жезде мен қорқып тұрмын. Бірақ қазір сенің қасыңда болмасам, өліп қалармын. Мен оны иығынан көтеріп, төсекке отырғыздым. Өзім қасына отырдым. Қорықпа. Мен бармын, ол басын изеді. Жоқ. Мен қорықпаймын. Келесі күндері біз есалаң болдық. Айгүл үйге қайтқан соңда, біз бір-бірімізге тиген сайын қолымыз дірілдейтін болды. Күндіз Айгүлдің көзінше сыпайы, сырттай жезде балдызбыз. Бірақ түнде, Айгүл ұйықтап кеткенде, мен аяқ ұшымен айымның бөлмесіне баратынмын. Есікті жауып құлыптадық. Сосын бірімізге телміріп, сағаттап жататынбыз. Ол ренжімейтін, тек мен саған сенемін деп құшақтайтын. Бірақ қорқыныш та күшейе түсті. Бір түні айым менің кеудемде жылап жатты. Жезде мен күнде кешке ұйықтар алдында дұға оқимын. Бірақ соңғы кезде Аллахым, мені кешір деп айта алмаймын. Өйткені мен кешіргім келмейді. Мен бұны қайта жасағым келеді. Мен оны құшақтап, мен де дұға оқи алмаймын. Бірақ сен үшін тозаққа да барамын дедім. Ол басын шайқады. Жоқ. Біз тозаққа бармаймыз. Біздің махаббатымыз тозақты жеңеді. Сосын ол мені бетімнен қатты сүйді. Есікті ашып, дәлізге шыққанда, Айгүлдің бөлмесінің есігі аз ғана ашық еді. Ішінен тыныс естілді. Біз үнсіз қалдық. Бірақ жүрегіміз бірге соғып жатты. Қорқынышпен, махаббатпен. Және енді шегінуге жол жоқ еді.
Айгүл ауылға анасының ауырып қалғанына байланысты тағы бір аптаға кетті. Үйде